Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді үлпілдек хачапури дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер, ал кеттік. Алдымен жылы сүтімізге 1 қасық дрожжымызды, столовый ложка, және 2 ас қасық қантымызды, 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап венчикпен барлығын араластырамыз. Одан кейін бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз, апарамыз көтерілуі қажет. Мінекей 10-15 минуттан ішінде біздің апарамыз жақсы болып көтерілді. Енді оның үстіне 2 кружка ұн салатын боламыз. Көз мөлшерімен салдым ұнды, сол үшін байқап, шетінен салып отырыңыздар. Ұныңызды бірден салып жібермеңіздер. Көп болып кетуі мүмкін. Көп болып кетсе, ұнымыз, қамырымыз қаттырақ болып кетеді. Ешқандай елегіштен өткізген жоқпын. Ұнды бірден кружкамен салып жібердім. 2 кружкадай ұн кетті менде. Жақсылап алдымен қалақшамен, одан кейін қолыммен жақсылап жұп-жұмсақ қамыр елеп алдым. Үстінен кішкене сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап иін қандырғанша елейтін боламыз. Кішкене жабысқақтау осындай қамыр болады бізде. Жақсылап басып, бетін жауып, жарты сағаттай уақытқа жылы жерге алып қоямыз. Сол кезде бізде өте кереметте қамыр пайда болады. Менде осындай сыр сулугуниді қосатын боламын, немесе моцарелла сырын қоссаңыз да болады. Әдеттегідей сырдан қарағанда осы сырларды қосқанымыз жақсы, өте дәмді, созылмалы болып шығады. Ал енді тестамызды 2-ге бөліп, бізде бұл тестадан 2 хачапури шығатын болады. Өте күшті үлпілдек болып қамырымыз дайын болды. 2-ге бөліп 2 хачапури дайындайтын боламыз. Алдын ала пешіңізді қыздырып қоя беріңіздер. Өте жасалу жолы өте оңай. Бірінші тестадан сопақша етіп тестамызды жайып дайындап аламыз. Ешқандай оқтаудың қажеті жоқ. Жасалу жолы өте оңай. Және де дәл видеодағыдай етіп, айналдыра үгітілген сырымызды сеуіп шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп жасаймыз. Енді жан-жағын біріктіретін боламыз. Дәл видеодағыдай етіп, сырлары шығып кетпеуі қажет, және де қамыры көтеріліп кетпеуі қажет. Әбден жақсылап басып біріктіретін боламыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын жан-жағына жағып шығамыз. Және де 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығатын болады. Осы жерде үстіне тағы да сыр себетін боламыз, ұмытып кетпеңіздер. Және де бір жұмыртқаның сарысын алдын ала дайындап қоямыз. Пісуге 5 минут қалған кезде алып духовкадан үстіне жұмыртқаның сарысын салатын боламыз. Содан кейін біздің хачапурimiz дайын болады. Өте оңай, жеңіл, әрі өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал екінші хачапуриді мен ерекше етіп жасағым келді. Менің балаларым осы жолы пицца жасап бер дегендіктен, екіншісін өзгеше етіп пиццаға ұқсатып жасадым. Начинкасына сосисканы қойып, немесе колбасаны қойып жасасаңыздар болады. Бірақ та ешқашан хачапури жемейтін осы жолы бірінші жасаған хачапуримді екеуі таласып жеп қойды. Өте қатты ұнады балаларыма, сол себепті бірден жасасаңыздар болады. Мінекей біздің хачапуриларымыз дайын болды. Өте дәмді үлпілдек болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тестасы енді керемет болып шығады, жұп-жұмсақ болып. Осылай жұмыртқасына батырып жесеңіздер, өте дәмді ерекше болады. Жасап көруге кеңес етемін. Менің каналымда бұдан да басқа рецепттердің түрлері бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Ал енді рецепттерім ұнаса лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Алдын ала рахмет.